Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай таңғы асқа өте оңай әрі жеңіл творожный бейгл дайындаймыз. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып кет. Ыдысымызға творогты, сырымызды, азырақ қант, ұн салып, жұмыртқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Мен осылай қолмен біріктіріп алдым, қасықпен араластырсаңыздар да болады. Формамызға дайын салмамызды домалақ етіп шарик жасап аламыз. Үстінен осылай азырақ басып аламыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градуста духовкада жарты сағатқа пісіріп аламыз. Бетіне осылай жұмыртқаның сарысын жағып аламыз. Бізде осылай жұмсақ әдемі болып шықты. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер.